Ежелгі Грекияда екі маңызды қала болды. Афина мен Спарта. Олар бір елде тұрғанымен, өмір салты мен тәртібі мүлде бөлек еді. Афина білім мен өнердің орталығы. Мұнда адамдар ғылымды, философияны, театрды дамытты. Азаматтар жиналысқа қатысып, заң қабылдады. Яғни Афина демократияның отаны болды. Әрбір еркін азамат өз пікірін айтып, мемлекет басқаруға үлес қоса алды. Ал Спарта әскери қала. Мұнда ең бастысы күш пен тәртіп. Балаларды кішкентайынан әскери жаттығуға үйретті. Спартандықтар батыр, шыдамды, тәртіпті болуға тиіс еді. Әйелдер де дене шынықтырумен айналысып, мықты болуға тырысқан. Сондықтан Афина мәдениет пен білімнің қаласы, ал Спарта әскери күштің қаласы. Екеуі бірге ежелгі Грекия тарихын ерекше етіп жасады. Афина ой мен өнерді дамытса, Спарта тәртіп пен батырлықты көрсетті.